Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз көп уақыт алмайтын, өте дәмді болып шығатын және де үйдегі бар ингредиенттерден осындай керемет болып шығатын печеньені сіздермен бірге жасаймыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Бізге 100 грамм 82% сары май, осы сары майымызға 170 грамм шекерімізді қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Негізі сіздердің сары майларыңыз бөлме температурасындағыдай жұмсақ болса өте дәмді болады. Печеньелеріңіз солай жасап көріңіздер. Сосын 2 жұмыртқамызды қосып тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден көріңіздер. Мен негізі печенье жасайын деп жатқан кезде сары май мен жұмыртқаны алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямын. Екеуінде бөлме температурасы болған кезде осылай печеньенің қамырын жасап бастаймын. Сонда печеньелерім өте дәмді болып шығады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Енді ұнның кезегі. Осы бір ыдыстың ішінде 300 грамм ұн болды. Осы 300 грамм ұнның бәрін қосып, сосын тағы 60 грамм ұн қостым. Яғни осы печеньенің қамырына менде барлығы 360 грамм ұн кетті. Осы ұндардың бәрін електен өткізіп болған соң 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Достар, бұл жерде қопсытқышты көбірек қоса беріңіздер. Қопсытқыш көбірек қосқан сайын печеньелеріңіз көтеріліп, өте дәмді болып пісіп шығады. Ұнымыздың бәрін қосып, бірінші венчиктің көмегімен араластырып, ары қарай қолдың көмегімен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Менде осыған барлығы 360 грамм ұн кетті. 360 граммнан көбірек ұн кетуі мүмкін. Сол үшін де өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Сіздерде қолға жабыспайтын өте жұмсақ біркелкі қамыр шығу қажет. Енді осы қамырымызды илеп болған соң бірдестен қамырмен жұмыс жасаймыз. Осы қамыр жаятын столымызға ұнымызды кішкене сеуіп болған соң қамырдың екі бетіне ұнымызды аунатып аламыз. Ары қарай оқтаудың көмегімен қамыр жайып бастаймыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Және де осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, өте дәмді болып шығатын печенье, пирогтардың рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа да видеоларымды көріңіздер. Мінекей, енді қамырымызды жайып болған соң, менде осындай жұлдыз тәріздес печенье кесетін форма бар. Осы формамен қамырларымды осылай кесіп шықтым. Сіздерде бұндай форма жоқ болса, кәдімгі стаканның домалақ шетімен, домалақ жағымен кессеңіздер болады. Мінекей, қамырларымызды осылай кесіп шықтық. Шамамен әр қамырды 3-4 мм-дей қылып қалыңдығын жайсаңыздар болады. Бұл жерде артық қамырларын алып, қайтадан біріктіріп, қамырларымызды жаямыз. Осы қамырымызды жайып жатқан кезде, жұлдыз тәріздес қамырларымыз қаяздып қалмас үшін үстіне осылай пищевой пленканы жауып қоямыз. Сосын жаңағы қамырларымызды біріктіріп, қайтадан жайып, жұлдыз тәріздес пішінмен қамырларымызды кесіп шығамыз. Айтпақшы достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Мінекей, мына шетте қамырларымыздың бәрін осылай жұлдыз тәріздес пішінге кесіп шықтым. Менде бір қамырдан шамамен 28 штук печенье шықты. Енді осы қамырларымызды пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қатарынан қойып шығамыз. Біз бұл жерде қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысын жақпаймыз. Егер сіздер жаққыларыңыз келіп жатса, сіздер осы кезде қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. Мен өзім жұмыртқаның сарысын жақпай пісіремін. Жұмыртқаның сарысын жақпай пісірсең де печеньелеріңіз өте әдемі болып піседі. Бұл қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 12 мен 15 минут аралығында пісіреміз. Достар, әр үйдің пеші әртүрлі пісіреді. Сол үшін де өздеріңіздің пештеріңізге қарап тұрыңыздар. Сіздердің печеньелеріңіздің сырты осылай кішкене қызарып, асты қызарып піссе, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Мінекей, мына шетте мен печеньенің екінші партиясында осылай пісіріп
алдым. Қараңыздар, печеньенің беті қызарған, асты да осылай қызарса, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Печеньемізді пісіріп болған соң суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Мінекей достар, көптен күткен печеньелеріміз дайын болды. Печеньеміз дәмді, тәтті, қытырлақ болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы видеоны жақындарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Осындай дәмді печеньені жасап көрсін. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.